Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен тақияға съемный үкі жасау жолын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ыстық клей, F6000 клей, ақ жіп, құрылыс дүкенінде сатылатын соединитель және қалауыңызға қарай үкілер қайшы қажет. Соединительдің жоғарғы және төменгі бөлігі болады. Жоғарғы бөлігі былқылдақ болып келеді. Біз соны F6000 клейдің көмегімен қатырып алатын боламыз. Прям үкіні салғанда ол қозғалып кетпейтіндей қатты болуы керек. Міне біздің жағдайда алдын ала қатырып дайындап қойдық. 1 сағат көлемінде қатыруға қоямыз. Қозғалмауы керек мүлдем. Міне мынау былқылдап тұр, ал қатырылған түрі былқылдамай қатты тұр. Бұл соединительдің төменгі бөлігі, оның ішінде осындай пластмасса болады. Оны үшкір заттың көмегімен алып тастаймыз. Біздің жағдайда алдын ала алып тазалап қойдық. Міне ішкі бөлігі осындай болады. Келесі этап үкілерімізді дайындаймыз. Ол үшін ыстық клей немесе F6000 клейді пайдалансаңыз болады. Осылай үкінің теміріне жағып, үкілерді бір-біріне бекітеміз. Бұл бізге қазір соединительдің жоғарғы бөлігіне үкіні салғанда бір-бірінен ажырап кетпеу үшін керек болады. Мықтылап клейді жағып, бір-біріне үкілерді жабыстырып, кәдімгі жұқа ақ жіптің көмегімен орап шығатын боламыз. Ашылып кетпейтіндей етіп қаттылап ораймыз. Енді осыны соединительдің жоғарғы бөлігіне орнатамыз. Ол үшін ыстық клейді ортасына дейін құямыз. Одан кейін үкімізді орналастырамыз. Қатуға қойып қоямыз. Қатқаннан кейін, егер бостық байқасаңыз, F6000 клейдің көмегімен қайтадан кішкене жетпеген жерлеріне жағып шықсаңыз болады. Келесі этап. Соединительдің төменгі бөлігін тақияға орналастыруымыз керек. Ол үшін біз буға өшетін ақ ручканы пайдаланамыз. Міне дөңгелектеп алдық. Енді ортасын крестикобразный етіп сызамыз. Осы сызылған X-образный бөлікті қайшының көмегімен тіліп аламыз. Ішіндегі фетрын барлығын бірге тілеміз, себебі оған қазір үкіні бекітетін боламыз біз соединительдердің көмегімен. Аккуратно, қатты тіліп жібермей жасаймыз. Мінекей дайын болып қалды.